ашаршылық жылдарымен ауыр жүгін арқалаған, қайғыға мойымаған қайсар ананың бейнесін, әділетсіз тағдыр мен таусылмас сынақтарға қарсы тұра білген қазақ әйелінің тағдырын суреттеген жазушы Бейімбет Майлиннің жүректі тебірентер күлпаш әңгімесі. Құдай-ай, не жамандығымыздан бұндай күйге түстік екен? Раушан, осы жаманмен біраз өмір өткіздің ғой. Енді қалған өміріңді қорлыққа салма. Көріп тұрсың, жыл болса ауыр. Ендігі осы жылда азбас тозбас өз қамыңды же. Жұмағалиді қараш, 40-50 қарасы бар. Осы ауылдың бірдей бір байы. Баяғы қатыннан балада қалған жоқ. Естуімше, жасы биыл 40-қа таяп қалыпты. Оған тисең, өзің бей, өзің қожа боласың ғой. Қарағым, Раушан жаным, аузың қалай ғана барып айтып отырсың. Жастай тегені қосағым ғой. Оны жылатып қалай қара тастап кетем? Қалижан ше, жастай жетіп болады ғой. Мұна кейінмен сен ұзаққа бармай өлесің. Көріп тұрсың қазір, біздің де саған көмектесетіндей халде емеспіз. Біз де сол Жұмағалиден күн көріп отырмыз. Қалижанды қайтем? Ойбай, апа. Баланы қайтесің, бірінші өз қамыңды же, артынан алдыра жатарсың. Қарақтарым ол, мен де есте қалған жоқ. Не айтсаң да көндім. Апа. Ау, қарағым. Әкем келді ме? Әкеңнің қарасы батсын, қарағым. Әке, келді ме? Келдім қарағым. Бүгіндікке көшіп қалдым. Біз өлмейміз бе? Өлетін де шығармыз. Біз айырылыссақ қайтеді? Айырылыссақ? Не деп отырсың қатын? Тағы да Раушан айтты ма? Иә. Қалиды қайтесің? Әттен кедейлік, әттен аштық. Құттың ғой бәрін. Ама, Ау, қарағым, не қыл дейсің? тоңдым. Қарағым-ау, итті көргенде не дер екен? Қалижан,